Қадір түні қашан? Қадір түнінде сауап жинау қаншалықты үлкен іс болса, оны жіберіп алу да соншалықты үлкен күнә болар еді. 1000 айдан да хайырлы дегені, сендердің миларыңа кіріп те шықпайды ол қаншалықты көп екен дегені. Неліктен Алла тағала бұл түнді мына түнде белгілеп қойған жоқ. Осы қадір түнінде Алла тағала әрбір адамның бір жылдық тағдырын жазады. Адам баласы үнемі бір нәрсені анық көргісі келеді. Қадір түнінде Алла тағала осы әртүрлі функцияны атқарып отырған періштелердің бәрін тек жер бетіне жібереді дейді. Ассаламу алейкум, Иқра Академи каналымыздың сүйікті көрермендері. Аллаға шүкір, біз Рамазан айының соңғы уақытына да жеттік. Рамазан айындағы соңғы 10 күн, 10 түн бұл жылдың ең қадірлі, ең қасиетті түндерінің бірі. Өйткені барлығымыз білетіндей, бұл түндерде қадір түні сақталған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям қадір түнін Рамазан айының соңғы 10 түнінде іздеңдер, немесе соңғы 10 түндегі тақ күндерде іздеңдер деген секілді әртүрлі хадисі бар. Осы соңғы 10 түнді біз қандай ғибадаттармен қалай өткізгеніміз абзал? Қадір түнінің шын мәнінде мән мағынасы қандай? Бір мұсылман адам ретінде қадір түнін мен қалай түсінуім керек деген сұраққа осы эпизодта мен сіздерге Қадір сүресін тәфсірлеу арқылы жеткізетін ниетім бар. Сол себептен де осы эпизодта Қадір сүресінің тәфсірін әрбір сөзіне тоқтала отыра талқылаймыз, және содан кейін Қадір түнін қалай өткізу керек деген сұрақтың жауабын алатын боласыз. Бұл эпизодымызды бастамас бұрын сіздерге өте жақсы жаңалығым. Әдеттегідей біз осы Рамазан айының құрметіне, қасиетіне орай Құран курсын бірнеше адамға сыйға тартып жүрміз. Бүгін Қадір түнінің құрметіне орай, әдетте 1-2 адамға сыйлыққа беретін болсақ, бүгін Қадір түнінің құрметіне орай 5 адамға осы эпизодты өзінің Инстаграм парақшасында, менің парақшамды белгілей отыра, өзінің Инстаграм парақшасында сториске салған адамдардың арасынан осы Құран мен атар таңым 1 курсына 5 адамға тегін жолдама беріледі. Толық ақпаратты осы видеоның описание бөлімінде таба аласыз. Жақсылап оқыңыздар және осы видеоны таратып, лайк басып, комментарий жазып, бізге қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Ал олай болса бастайық. Алла тағала Қадір сүресінде былай дейді: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи лейлатил қадр. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Қадір сүресі өзі 5 ғана аяттан тұрады. Сол аяттардың әрбіріне бүгін осы эпизодта тоқталғым келіп отыр. Бірақ аяттардың тәфсіріне өтпестен бұрын мен сіздерге қадір деген сөздің араб тіліндегі мағыналары жайлы айтқым келеді. Негізі қадір деген сөздің араб тіліндегі мағыналары өте көп. Және ең қызығы осы Қадір сүресіндегі айтылып отырған мағыналардың барлығын қамтиды екен. Қадір сөзінің ең бірінші мағынасы бұл мәртебелі болу. Зу қадір деп айтылады. Зу қадір мысалы қадірлі қонақтар деп біз қазақшада да сол мағынада қолданамыз. Ең қызығы Қадір сөзінің аудармасында осы бірнеше мағына біздің қазақ тіліне де өткен екен. Біріншісі осы мәртебелі болу. Бұл осы Қадір түнінің барлық түндерден мәртебесінің жоғары екендігін көрсетеді. Бұл мағынасында. Екінші мағынасында бұл бір нәрсені есептеу мағынасына келеді. Тақдир, тағдыр деген сөз содан. Яғни әрбір адамның өміріндегі болып жатқан нәрсесі негізінде оның өмірлік бағытындағы есебі. Яғни біздің қай уақытта туылып, қай уақытта көзімізді жұматын уақытымыздың барлығы есептеулі, оның барлығы жазулы. Сол себептен де оған біз тағдыр деп айтамыз. Және бұл екінші мағынасында тағдырдың, яғни бір нәрсені есептеудің бұл осы Қадір түнінде Алла тағала әрбір адамның 1 жылдық тағдырын жазады екен. Бұл көптеген хадистерде айтылады.
Және сол себептен де осы түнде өзіміздің келесі жылғы Алла жазса, Алла өмір берсе, келесі жылғы Рамазан, келесі жылғы Қадір түніне дейінгі тағдырымыздың жазылатын түндерінің бірі. Сол себептен де әрбір адам бұл түндерді дұғамен, өзінің тағдырында қалайтын нәрселермен, қалайтын өзгерістермен, өмірім қай жаққа өзгереді деген нәрсені ойлай отыра дұға ететін түндердің бірі болып саналады. Өйткені бұл түнде бұл Алла тағаланың тағдырды жазатын түндерінің бірі болып саналады. Имам Тахауи айтады, біз шын мәнінде адамның тағдыры қалай жазылатынын түсінбейміз дейді. Бұл адамның, яғни ақыл өрісінің лимитінің жететін жерінде емес. Өйткені бір жағынан енді қазіргі уақытта да көп тағдыр жайлы сұрақтар бар. Бір жағынан адам баласы Алла тағаланың жазып қойған әлмисақтан бері Алланың білетін іліміндегі тағдырын өмір сүріп жүр ма, жоқ әлде өзінің тағдырына өзі бір иелік ете алады ма, өзі қандай да бір өзгеріс енгізе алады ма ол тағдырына деген сұрақтар қазіргі уақытта да әрдайым өте актуальны болған. Бұның әрине Ханафи мазхабы, Матуриди ақидасында толықтай жауаптары бар, бірақ бұл басқа күннің тақырыбы болып қалсын. Сол себептен де біздің тек қана білетін нәрсеміз бұл Алла тағаланың өзінің құдіретімен біздің тағдырымызға жазған нәрсеге біз дұға ету арқылы өзіміздің Аллаға деген шынайы қалауларымызды айта аламыз. Адам деген бұл өзінің еркіндігі бар жаратылыс. Сол еркіндігімізді біз осы түндерде қолдана аламыз. Сол себептен де Алла маған не жазса да әйтеуір көреміз ғой деп емес, осы түндерде, осы қасиетті түндерде көптеп дұға жасап өміріміздегі өзгерістерге иншалла оның бір әсер ететініне иман етейік. Үшінші мағынасында қадір деген сөз бұл құдірет деген мағынаны білдіреді. Құдірет деген сөз де қудра, осы қадырадан келеді, яғни құдірет. Бұл Алла тағаланың құдіреттілігін көрсететін түндердің де бірі бұл түн. Өйткені Алла тағала құлдарына қаласа, мысалға бір сағат отырып тәфәккүр жасаған 1000 жылдық, 100 жылдық, енді әртүрлі хадистер бар, өте көп мөлшердегі уақыттың сауабы беріледі деді ғой. Ал бұл Рамазанда Алла тағала айтты: «Ас-сауму ли ва ана аджзи би». Яғни ораза менікі, барлық амалдардың жаңа 1 мен 700-дің арасында еселенетін сауабы бар, бірақ ораза менікі. Соның ішінде қараңыздар, бұл қасиетті түн, ең қасиетті түн осы оразаға, біздің ораза ұстайтын уақытымызға сәйкес келгендіктен Алла тағала оның сауабын мен ғана берем деді. Және сол арқылы Алла тағала бізге өзінің құдіретін көрсетіп тұр. Алланың құдіреті ондай болмаса, Алла тағала бізге үлкен ондай бір сауаптарды сөз бермес еді. Алла тағала бізге сондай бір үлкен мотивация бермес еді. Енді бұл бір жағынан, жай ғана бір ғана жағынан алып қарасақ. Екінші жағынан Алла тағала өзінің ілімімен, өзінің рахымдылығымен әрбір өзінің жаратқан құлына сол құдіретін көрсететінін осы біз қадір түндерінде байқаймыз. Неліктен? Өйткені Алла тағала айтады: сендер менің құдіретімді мойындай отыра, өздеріңде де құдірет, яғни бізге де Алла тағала бір күш жігер ерік берген ғой. Әр адам баласы өзінің әрекетін таңдауға, өзінің өмірінде бірнеше шешім алуға ерікті, және ол соған жауапты. Сол Алла тағала бізге де құдіретінен беріп қойғанда, яғни Алланың бір бөлігінің, бір сипаттарының мынандай бір кішкентай ғана проценті адам баласына да беріледі. Біз сол арқылы Алланың құдіретті екенін байқаймыз. Және адам баласы қашан Алла тағаланың құдіретіне бас иеді, өзінің әлсіз екенін сезген кезде. Парадокста, былайша айтқанда, яғни Алла тағала бізге сендердің өз өмірлеріңді өзгертулеріңе мен күш жігер бердім, сендерге қалау бердім, ерік бердім, және шешім шығаратын сендерге сонда үлкен бір потенциал бердім, ақыл бердім, жүрек бердім дейді. Бірақ біз кейде қанша қаласақ та өзіміздің өмірімізді өзгерте алмайтын жағдайлар болады. Қанша қаласақ та біздің қалағанымыздай жүрмей жатады өмірдегі нәрселер. Сол арқылы біз осы түндерде келесі жылға дейін жазылатын тағдырымызда өзіміздің Алланың кішкентай ғана берген құдіретін пайдалана отыра, шын мәніндегі құдіретке, яғни абсолютті құдіретке, ол тек Аллада болатын құдіретке біз бас иеміз да. Яғни бір парадокс, өзіміздің әлсіздігімізді мойындай отыра Алланың құдіреттілігіне бас иеміз, және
ол әлсіздігіміз негізінде бізге әлсіздік, бірақ Алла тағала оны бізге құдірет ретінде беріп тұр. Яғни ол да адамның бір құдіреті әлсіз бола білу, және соны мойындай отыра Алланың алдына оның құдіретін мойындай алу. Бұл осындай құдірет деген нәрсенің, яғни осы қадір түнінен байланысын айтып жатырмын ғой. Енді қараңыздар, тағы да құдірет деген нәрсе бұл бір нәрсені белгілеу деген мағынада келеді. Яғни бір нәрсені анықтау деген мағынаға келеді. Бір жағдай бұлыңғыр болып тұрса, сен соны анық түрде көре алуың да бұл бір құдіреттің анықтамасы ретінде жүреді араб тілінде. Енді қараңыздар, адам баласы үнемі бір нәрсені анық көргісі келеді. Адам баласына бұлыңғыр өмір ұнамайды да. Сол себептен де біз өмірімізде бір нәрсе белгісіз болып қалса, белгісіздікке ұшырайтын болсақ, біз бірден депрессияға түсеміз. Өйткені келесі қадамымызды қай жаққа жасайтынымызды білмейміз да, белгісіздік болып тұрады. Және сол себептен де Алла тағала айтады, қараңыздаршы, бәрі мағынасы құдіреттің бір-бірімен байланысты да. Сол себептен айтады, келесі жылға дейінгі сендердің тағдырларың белгісіз, белгісіз. Бірақ осы түннің құдіретімен, мәртебесімен, яғни осы түннің құрметіне орай, сендерге берілген құдірет арқылы сол белгісіз өмірлеріңді анықтай аласыңдар. Қалай анықтаймыз? Оны біз дұға арқылы анықтаймыз. Яғни біз әрине оны көрмейміз. Бір жыл бойы не болатын алдымызда ол нәрсені көрмейміз. Бірақ белгісіз болып тұрған нәрселерде кейбір мүмкін адамның тағдырында ыңғайсыз бір жағдай болайын деп тұрған шығар, және Алла тағалаға біз дұға еттік, я Раббым, келесі жылға дейін менің өмірімде маған зиянын келтіретін амал жасаудан, зиянын келтіретін басқа адамдардың зұлымдығынан, зиянын келтіретін бір тағдырдан мені сақта деп бір ғана дұға етсек, сол жердегі бұлыңғыр бізге зиянын келтіріп тұрған нәрселердің бәрі анықтала келеді екен. Бір жағынан бұл құдірет деген сөздің осындайда араб тіліндегі этимологиясында бір мағынасы бар. Төртінші мағынасына келетін болсақ, бұл бір нәрсені шектеу. Тақдир деген нәрсе бұл шектеуге келеді. Мысалы, Алла тағала Фәжр сүресінде айтады, «Фақадара алейхи ризқаху фаяқулу робби аханан». Алла тағала олардың ризықтарын қысып қойып еді, Алла бізді тастады деп айтты дейді. Яғни мүшриктер, кәфирлердің ең сондай сипаты сол. Егер олар бір нәрсені бір нәрсе келе қалса, ризық келе қалса, оны мен таптым дейді. Алла маған берді, Алла мені ризықтандырды демейді, мен таптым дейді. Ал Алла тағала олардың ризықтарын қашан қысып қойса, онда бірден Алла бізді тастап кетті деп айтады. Қайда сенің Раббың маған ризық беретін, сен Раббың сондай керемет еді ғой деп. И осы фақадара алейхи ризқаху дегенде қадара сөзі қолданып тұр, яғни Алла тағала оны шектеді, қысып қойды деген мағынаға келеді. Бұл, иншалла, бұл мағынаның бір бір интерпретациясын, бір түсініктемесін осы сүренің аяттарындағы тәфсірінде көретін боламыз. Қазіргі біраздан кейін алдағы уақытта. Және бесінші соңғы мағынасы менің жазған, енді өте көп мағыналар бар, бірақ мен ең маңыздысын ғана алдым. Бесінші мағынасы қадір сөзінің ол құндылық деген мағынаны білдіреді қазақшада. Негізі, мысалға, оның қадірі кетті деп айтқан кезде де тура осы мағынаға келеді. Яғни бір ананың қадірі кетті деген қазақ тілінде оның құндылығы жойылды деген мағынаға келеді ғой. Тура сол секілді араб тілінде, көрдіңіздер ме, араб тіліндегі бірнеше мағынасымен тура солай аударылған ғой. Негізі қадір деген сөздің қазақшаға қолданысы. Негізі құндылығы қадір түнінің, оның 1000 айдан да артық болуы. Бұл ең бірінші аятымызда кездеседі. Енді осы мағыналарды қазір біз оқитын аяттардан табамыз. Иншалла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бірінші аяттың тәфсірімен бастайық. Инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Расында біз инна анзалнаху оны түсірдік. Фи лейлатил қадр. Қадір түнінде. Расында біз оны қадір түнінде түсірдік дейді. Инна деген сөз, яғни араб тілінде инна сөзі жалпы расында деп тұр ғой. Яғни бір нәрсенің ешқандай шүбәсіз болғанын растайтын сөз. Иннани аналлаху деп айтады Алла тағала мысалы. Расында мен Алламын. Яғни сендер менің тәңір екеніме, бір тәңір екеніме, Раббыларың екенімді ешқандай түрде жоққа шығара алмайсыңдар деген сөз бұл. Тура сол секілді бұны не үшін айтып отыр? Бұл
ху деп тұрған, яғни Құранды, расында біз Құранды қадір түнінде түсірдік деп тұр ғой. Осы ешқандай да бір шүбәға, ешқандай да бір басқаша ойларға алып келе алмайтындай бір факт. Мысалы, барағат түні, рағайып түндері деген секілді басқа да түндер бар исламда қасиетті саналатын. Бірақ ол түндердің аты Құранда тікелей аталмаған. Және ол түндер жайлы хадистер де сан түрлі. Сол себептен де кейбір адамдар ол түндердің жалпы аутентикасына, ол түндерді біз негізінде қарсы аламыз ба, емес па, ол түндерде қандай ғибадат жасаймыз деген сияқты түрлі ойлар келеді. Бірақ қадір түні жайлы ондай ешқандай спор жоқ. Инна анзалнаху фи, енді мына жерде қараңыздаршы, анзалнаху деген жерде анзала бұл түсірдік, біз түсірдік, иә. Ху деп тұрған негізі оны түсірдік деп тұрды. Бұны арабшада дамиру ша'n дейді. Яғни бұл дамиру ша'n қашан айтылады? Бір нәрсе белгілі кезде айтылады. Мысалы, мен айтсам, Айбөпе келе жатыр, бірінші сөйлемім Айбөпе келе жатыр, екінші сөйлемім ол келді. Ол дегенім ол жерде Айбөпе екені белгілі. Өйткені мен бірінші сөйлемде ол туралы бір ақпарат бердім. Бірақ Алла тағала мына аятта Құран жайлы бірінші аятта ештеңе деп айтқан жоқ. Алғашқы аят бірден инна анзалнаху деп бастап кетті. Яғни бірден біз оны түсірдік деп кетті. Енді сол жердегі неге Құран деп айтқан жоқ? Өйткені ол уақытта Құран жайлы Мекке, Мәдина барлығы естіп, яғни осы сүре түскен уақытта бәрі де Құран жайлы сыбыр Мұхаммедке уахи келіп жатыр екен, оның айтып жүрген Раббысы оған уахи береді екен деген секілді жан жақтан Құранды біле бастаған. Сол себептен де бұл жерде ешқандай қажеттілік жоқ. Құранды түсірдік деген секілді да. Бірден барлығы білгендіктен Алла тағала инна анзалнаху деді. Енді бұл бір жағынан. Екінші жағынан бұл дамиру ша'n бір шарапатын, ол нәрсенің құндылығының жоғары екенін көрсетеді. Ол до такой степени құнды, оны Құран деп есімін атамайды. Ол деген кезде бірден түсінеді оның құндылығын. Осындай да бір мағынасы бар араб тілінде, грамматикада дамиру ша'n. Мысалы, айтады ғой, мына Шыңғыс хан келе жатқан кезде, бір жерді жаулауға келе жатады ғой, харизмасы сондай мықты болған. Ол келе жатыр деген кезде барлығы Шыңғыс хан екенін түсінетін болған да. Ол келе жатыр дегенде барлығы үйлеріне кіріп тығылатын болған. Өйткені ол деген Шыңғыс хан екені белгілі барлық адамға. Бірден харизмасынан қорқады. Дәл тура сондай ситуацияда бұл жерде де. Яғни Алла тағала Құранды Құран деп атап оларға түсіндіріп те тұрған жоқ. Мен оны түсірдім дегені бірден ол жерден Құран екені түсінікті болады. Яғни Құранның сондай да бір мәртебесіне негізінде ссылка жасап тұр да бұл жерде. Фи лайлатил қадр. Қадір түнінде мен оны түсірдім дейді. Енді Ибн Аббас радиаллаху анху айтады, инзал, яғни Құранның түсуі жалпы көктерден жерге бір түнде болды дейді. Яғни Алла тағала жер аспанына бір түнде бұл Құранды барлығын түсірді дейді. Біз оны лаухул махфуз дейміз. Яғни лаухул махфуз дегеніміз Алланың іліміндегі, Алланың затындағы ілімнің сақталатын бір қазынасы деп айтайық. Сол қазынадан Алла тағала кейін пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның 23 жылдық пайғамбарлық уақытында бір ситуацияға қарай Құранның аяттарын түсіріп отырды. Сол себептен де біздің Құран аяттары бұл ситуационный негізінде келген аяттар. Бір жағдай болады, соған қарай Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Құраннан уахи түсіріп отырды. Енді қараңыздар, мына бірінші аятта қай мағынасы жатыр? Бағана айтып өткен. Қандай мағыналарды айттым? Мәртебе дедім. Екіншісі бұл бір нәрсені есептеу дедім. Үшіншісі бұл құдірет дедім. Төртіншісі бір нәрсені шектеу дедім. Және бесіншісі бұл құндылық дедім. Осындай 5 мағынасы бар дедім. Енді осы бірінші аят бұл мәртебеге келеді. Өйткені Алла тағала мен оны мәртебелі Құранды түндердің сұлтаны ең мәртебелі түнде қадір түнінде түсірдім дейді. Қадірдің бір мағынасы мәртебе ретінде осы бірінші аятта кездесіп тұр екен. Енді осы қадір түні туралы жалпы өте көп ойлар бар, өте көп хадистер бар. Хадистердің
көп және әртүрлі болуы мынаған байланысты. Қадір түні қашан? Қадір түні қашан деген сұраққа көбісі бірден ойлайды, қадір түні ол Рамазанның 27-ші түні деп. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қадір түні 27-ші түнде деген хадисі де бар, қадір түні 25-ші түнде деген хадисі де бар, қадір түні соңғы 10 түнде деген хадисі де бар, қадір түні соңғы 10 түннің тақ түндерінде деген хадисі бар. Соған қараса ғалымдар негізінде бір ой тұжырым шығарғанда, яғни қадір түнін мына түнде белгілеу дұрыс емес. Яғни 10 түннің бірінде деп айту керек та, қадір түнін. Не үшін? Неліктен Алла тағала бұл түнді мына түнде белгілеп қойған жоқ? Бұның да негізінде Алла тағаланың рахымдылығымен келген нәрсе да. Өйткені бұл түн сондай қасиетті, бүкіл 365 түннің ішіндегі ең сұлтаны қадір түні болып тұрса, егер біз сол түнді байқамай, ұмытып күте алмай қалдық, сол түнді ғибадатпен өткізе алмай қалдық, ұйықтап қалдық, бір нәрсенің құндылығы, егер ол қаншалықты құнды болса, сен соншалықты оны құнды өткізуің тиісті болып қалады да, яғни біз оған жауапкершілігіміз бар. Егер біз оны өткізіп алатын болсақ, ол соншалықты бізге күнә болатын еді. Яғни қадір түнінде сауап жинау қаншалықты үлкен іс болса, оны жіберіп алу да соншалықты үлкен күнә болар еді. Сол себептен де Алла тағала ертеңгі күні мен сендерге айттым емес пе, қадір түні 25-ші түн, немесе қадір түні 27-ші түн. Сен неге оны өткізбедің біле тұра деген кезде, ақыретте біздің бәлкім берер жауабымыз қиын болар еді. Бірақ Алла тағала сондай бір жеңілдікпен істеп қойған, біз білмейміз қай түнде екен. Бірақ әрбір түнін, соңғы 10 түнді бір үмітпен, бүгін қадір түні ау деп 10 түнді үмітпен ғана өткіземіз. Сонда біреуін байқамай өткізіп алсақ, ол ештеңе болмайды да, өйткені дәл сол түнде деп Алла тағала бізге белгілеген жоқ қадір түнін. Екінші жағынан, егер де Алла тағала қадір түнін белгілі бір түндерге бізге белгілеп қойған болса, біз, скорее всего емес, 100% сенімдімін, тек сол түнде ғана ғибадат етер едік. Өйткені адам баласы солай ғой, адам баласына бір нәрсені көрсетіп берсең, тек соны ғана жасайды. Өзіне қаншалықты пайдасы бар, соншалықты ғана жасайды. Ол экстра жасайтын адамдар, ол әулие деңгейіндегі адамдар да. Яғни Алла, Раббым, мен тек сен болғаның үшін ғана, сен менің Раббым болсаң ғана саған ғибадат етемін. Жәннат жаһаннам болмаса да мен саған ғибадат етер едім, өйткені сен менің тек қана Раббым болуға лайықтысың деп айтқан сахабалардың саны қанша? Өте аз. Сол секілді біз осы түндер егер белгілі болғанда, басқа түндердің барлығын ғапылдықта өткізе алатын едік. Алла тағала әдейі сыр қылып, әдейі бұның хикметінде бір өзінің құпия қылып сақтап қойған бұл түнді, біз әрбір түнінде үмітпенен отырып ғибадат етеміз. Әрбір түнінде үмітпенен Алланың алдына келеміз. Сол арқылы күнделікті осы үмітпен Алланың алдына келуіміз арқылы біздің тақуалығымыз өседі. Біз оны тіпті байқамай да қаламыз да. Өйткені күнделікті соншалықты Құран оқысаң, дұға етсең, намазыңды оқысаң, жақсылық жасасаң, сол уақытта зекетіңді, садақаңды берсең, күніге бір үміт қой, Раббым менен разы ма екен деген. Күніге бір үміт. Сол үмітің арта бере, ол саған әдетте болады да. Бір адамның бір әдетті қалыптастыру уақытына минимум 10 күннің өзі жеткілікті негізінде. Егер осы түндерді біз тұрақты түрде ғибадатпен өткізетін болсақ, иншалла Рамазаннан кейін де ол нәрсені ғибадатпен өткіземіз. Сол себептен де Рамазан айында қадір түнінің қай түнде екені нақты болмағаны, бұл біздің пайдамызға болған нәрсе. Біз үшін жақсы нәрсе. Осы ғалымдардың бірі айтады, негізінде 365 түннің кез келгені қадір түні болуы мүмкін дейді. Әрбір түнді, яғни қадір түніндей күт деген ғой. Әрбір түнде сонда қиямға тұрып, сол түнде ғибадат ет дегенді. Бұны айттық. Енді Алла тағала, қараңыздар, Духан сүресінде былай айтады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хамим вәл китабил мубин. Хамим вәл китабил мубин. Ол сондай тура жолды көрсететін тура кітап. Инна анзалнаху фи лейлатин мубаракатин, инна кунна мунзилин. Инна анзалнаху фи лейлатин мубарака. Біз ол кітапты, ол Құранды мубарак бір түнде түсірдік. Уәл китабил мубин деп тұрған, бұл жерде Құран екені анық. Инна кунна мунзилин. Расында оны түсіруші біз. Фиха юфрақу куллу амрин хаким. Ол жерде Алла тағала барлық нәрсені сендерге айқындап жазған. Амран мин индина. Тағдыр
мәселесі осы жерге кіріп тұр да. Әмран мин индина, ол біздің әмірімізден, біздің нұсқамызбен келген. Инна лана мурселин. Біз расында оны түсірушіміз, жіберушіміз. Рахматан мин раббик. Рахматан мин раббик дегені, яғни Раббыңның рахымдылығымен. Бұл түн Раббыңның рахымдылығымен түсті дейді. Иннаху хуас самиул алим. Расында ол, яғни Раббың хуас сами, ол естуші және барлығын білуші, әл-алим. Алла тағала Духан сүресінде осы қадір түні жайлы бізге ашықтап, анықтап айтып беріп кеткен. Сондағы бұл жерден алатын нәрсеміз, Алла Раббымыз бұл түнді бізге бір рахымдылық ретінде жіберді. Келесі аятта Алла тағала айтады: «Уама адарака ма лейлатул қадр». Сен Лейлатул қадырдың, қадыр түнінің не екенін білесің бе? Жалпы «Уама адарака ма» деген өте көп аяттарда кездеседі. Әл-қариа, «Уама адарака ма әл-қариа», қариа, сен оның не екенін білесің бе деген секілді. Бұл риторикалық бір сұрақ. Яғни Алла тағала бізден білмеген үшін сұрап тұрған жоқ. Алла тағала сен білесің бе осы нәрсені деген кезде сен мынаған назар аудар, негізі сен оны білмейсің деп тұр. Яғни Алла тағала бұл жерде қадір түнінің сен не екенін білмейсің. Олай болса тыңда, мен саған қазір қадір түнінің не екенін айтам дейді. Уама адрака ма деген кезде назар аудар деген сөз ол жерде. Біз шын мәнінде адам баласы ол сұрақтың жауабын білмейміз. Және бұл сен не білесің деген кезде Алла тағала бұл екінші аятта жаңағы қадір түніндегі құдіретіне меңзеп тұр. Бағана айттым ғой, 5 мағынасы бар. Екінші аяттың мағынасы жалпы құдірет деген мағынаға келеді. Өйткені Алла тағала сен білесің бе ол түннің қандай түн екен деген кезде, негізі бұл түннің құдіреттілігі қандай екені, құндылығы қандай екенін сен білмейсің деп тұр да. Енді келесі аяттарда Алла тағала бізге оны түсіндіреді. Лейлатул қадри хайрун мин альфи шахр. Лейлатул қадр, қадір түні, хайрун мин, дан жақсы. Неден жақсы? Альф шахр, 1000 айдан да хайырлы, 1000 айдан да жақсы. Бұл 1000 ай деп тұрған нәрсе негізі көп адам түсінбей жатады. 1000 айда мысалы қадір түніндегі жасалатын ғибадатты 1000 аймен теңей салады. Мына сонда бір рилстар шығып жатады кейде. Қадір түнінде мысалға намаз оқитын болсаң, сол намазың 1000 айға тең болады деген секілді. Тең болмайды, артық болады. Өйткені хайрун мин, одан да артық, одан да жақсы деп тұр. Сосын араб тілінде 100, 1000 деген сандар, немесе 70 деген сияқты сандар, бұл көптікті білдіретін сандар. Яғни, мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күніне 100 рет истихфар етті, 70 рет истихфар етті дейді. Енді кейбір адамдар бұны тура мағынасында түсініп алады да, олар да соны сүннет деп 100 рет, 70 рет истихфар етіп жүреді. Ол бір жағынан сүннет, онда тұрған бір әбестік жоқ. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тек қана 70 рет астағфирулла, астағфирулла, астағфирулла деп зікір айтқан жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үнемі хуа шакур, яғни тұрақты түрде, үнемі ұдайы шүкіршіліктің ішінде болды деген сөз. Яғни ол соншалықты көп шүкір еткен, біз оны білмейміз қаншалықты шүкір еткен. Ол тек пайғамбарымыз бен Раббысының арасында. Бізге ондай санмен берілетін нәрсе оның көптігін білдіреді. Тура сол секілді мына аятта да альф шахар деген кезде 1000 айдан да хайырлы дегені сендердің миларыңа кіріп те шықпайды ол қаншақты көп екен дегені. Жалпы айтқанда. Яғни мен қадір түннің мынау мағынасында, яғни бағана қадір сөзінің мағынасын айттым ғой, солардың ішінде бұл жерде құндылық деген мағына жатыр. Мен қадір түннің құндылығын қанша екенін үш ұйықтасам түсіме кіріп түсіне алмаймын деген сөз. Өйткені ол Алланың ілімінде. Алла бізге 1000 айдан да деп қана берді. 1000 плюс қой, 1000 плюс деген ол шексіздікке дейін кете беруі мүмкін. Сол себептен де біз оны түсінбейміз. Ал Алла тағала біз осы иман етіп, әрбір сөзіне Алланың иман еткен болса, Құранда Алланың бұл сөзіне де иман етеміз да. Кейбір адамдар айтады, ойбай, ертегі тыңдап болдыңдар ма дейді. Ертегі сияқты келеді бұнда айтқан нәрсе. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мысалы Ибн Аббастан келген хадисте бір қорқынышы болған. Ол қорқынышы менен кейінгі келген үмметімнің жасы қысқара бастайды дейді. Сонда олардың ғұмыры қысқарған кезде алған сауаптары да қысқарады. Ертеңгі күні ақыретке барған кезде алдыңғы үмметтермен салыстырған кезде олар аз ғұмыр сүріп, аз сауап алған болады.
сонда менің үмметім алдыңғы үмметтермен салыстырғанда төменгі дәрежеде болып қалмай ма деген қорқыныш болған да. Сонда алла тағала осындай аяттармен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жүрегінен тәсәлли дейді ғой, жұбаныш ретінде бір жағынан. Енді бұл пайғамбарымызға келген аят емес тікелей де, бірақ пайғамбарымыздың жүрегін жұбатқан осындай аяттар. Біздің қазір мысалы былай қарап тұрсаң, қаншалықты өміріміз бар екенін білмейміз, бірақ орталама жасты алатын болсақ, бір 50-60 жыл ғой. Жалпы адамзаттың бастауынан алған анау Адам алейхиссаламнан келе жатқан өмірдің миллиардтаған жылдар бар ғой бұл жерде. Соның ішінде біздің өміріміз мынандай қысқа ғана бір жердеміз да. Және жәннаттағы өмір немесе жаһаннамдағы бұл ақыреттегі өмірдің де бір шектеуі жоқ, шексіздігі бар да. Сол себептен де ақыреттегі өмір шексіз болғандықтан алла тағала бізге мына өмірімізде, бұл өмірді сендер қалай сүресіңдер, мен сендерді сынауға жібердім, бұл өмірдегі алған сауаптарың ақыретте таразыға салынады деп айтты ма, және соған сәйкес алла өзінің рахымдылығымен осындай түндерде бізге шексіз сауап алуға мүмкіндік берген. Бұл Алланың рахымдылығы. Яғни біз ақыретіміздегі шексіздікке осы өмірдегі осындай шексіздіктермен дайындаламыз да. Сол себептен де алла тағала осындай аяттар арқылы өзінің рахымдылығын көрсетіп, қадір түнінің құндылығын бізге көтеріп қойды. Енді алла тағала мотивация берді. Енді айтады ары қарай: «Таназзалул малаикату вар-руху фиха биизни раббихим мин кулли амр». Таназзалул малаика. Бұл түнде бүкіл періштелер, вар-рух, және Жәбірейілдің өзі, ар-рух деп Жәбірейілге айтады, фиха, бұл түнде, биизни раббихим, Раббыларының рұқсатыменен, мин кулли амр, Алладан келген жаңағы тағдыр бар ғой, жазылып жатқан, солардың барлығын жерге түсіреді дейді. Енді қараңыздар, таназзалул деген сөз негізінде араб тілінде тафаул деген баптан келеді. Тафаул деген нәрсе бұл бір нәрсені қайта-қайта жасау. Бұл нені білдіреді? Жыл сайын осындай болатынын білдіреді. Жыл сайын әр Рамазанда, әр қадір түнінде періштелер осылай түсіп тұрады. Бұл бір жылы былай болып, екінші жылы басқаша болмайды. Таназзал үнемі түсіп тұрады. Анзал деген сөзден мысалға бағана ең алғашқы аятында анзала бұл бір ғана рет түсіру. Анзалнаху. Алла тағала бір ғана рет көктен жерге түсірді. Бірақ қадір түні жыл сайын болады. Және қадір түніндегі жаңағы айтып тұрған 1000 айдан да хайырлы ғибадаттардың сауабы, қадір түнінде түсетін періштелер, оның барлығы жыл сайын қайталанады деген сөз. Әл-мәләика. Әл-мәләика періштелер деген мағынаны білдіреді. Бұл жерде әлиф-лам. Әлиф-лам деген артикль негізінде араб тілінде лам-ил-истиғрақ деген бір мағынасы бар. Яғни бұл жердегі мағынасы бүкіл періштелер. Барлық періште. Біз білеміз, алла тағала кейбір періштелерге, мысалы бір періште болады, біздің екі иығымызда отыратын періштелеріміз деп айтамыз ғой. Яғни біздің амал дәптерімізде болып жатқан нәрселерді жазып отыратын періштелер болады. Оның жұмысы тек қана сол біздің жасаған амалдарымызды жазып отыру. Бір періштелер болады, олар тек қана көкте айналып Раббыларына тағзым етіп жатады. Бір періште болады, мысалға Жәбірейіл алейхиссаламның мысалында, Жәбірейіл алейхиссалам ол тек қана уахиді Раббысынан пайғамбарларына жеткізіп отырады деген секілді. Яғни әр періштенің өзінің бір функциясы болады. Бірақ қадір түнінде алла тағала осы әр түрлі функцияны атқарып отырған періштелердің бәрін тек жер бетіне жібереді дейді. Босатылады олар жұмыстан. Яғни барлық нәрсе тоқтайды деп тұр да. Уақыт, былай қарағанда уақыт тоқтайды. Өйткені әрекет неше түрлі жұмыс, ана жақта андай, мына жақта мындай, бірақ сол уақытта бәрі тоқтап, алла тағала періштелердің бәрін көкке жібереді. Сол себептен де мынау уақыттың, әрекеттің, кипиш дейміз ғой, кипиштің тоқтауынан да бір жағынан мынандай нәрсе бар, бізде қадір түнінде күн сондай жайлы болады, түн сондай жұмсақ болады, желсіз болады деген сияқты сипаттары бар қадір түнінің. Соның сипатының болуының себебі періштелердің барлығының жерге көптеп түсуінің де бір мағынасында дейді. Және рух. Бұл түні тіпті рух, яғни Жәбірейіл періште де түседі. Мысалы қараңыздар, Жәбірейіл періште негізі періштелердің біреуі. Оның да деңгейі періште, және басқалары да періште. Бірақ Жәбірейіл періштенің бұл Алланың сүйікті пайғамбарларына уахиін жеткізгені үшін оның мәртебесі жоғарырақ болады періштелердің ішінде. Сол себептен де алла тағала бұны
бөлек зікір етті мына аятта. Және бір жағынан бізге деген құрмет қандай. Өйткені Жәбірейіл періште мысалы Мұхаммед алейхиссалату уассаламға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи яғни алып келді уахиді, ол Алланың сүйіктісі болды. Жәбірейіл періште Мұса пайғамбарға уахиді алып келді, ол Алланың сүйіктісі еді. Жәбірейіл періште Иса пайғамбарға уахи әкелді, ол Алланың сүйіктісі еді. Енді Алла тағала айтады да, мен сендерді сондай сүйемін, сендер де менің сүйікті пайғамбарларым секілді, осы қадір түнінде қол жайып отырған әрбірің сондай пайғамбардайсыңдар. Өйткені мен бұл түнде сендерге Жәбірейілді жіберемін дейді. Яғни Алла тағала бізге осындай құрмет, осындай махаббатты бір ғана сөзбен жеткізіп тұр мына сүреде. Мен осыны оқып отырып өте қатты әсерлендім да. Өйткені Жәбірейіл періште басқа ешқандай уақытта жіберілмейді. Тек қадір түнінде. Жәбірейіл періште пайғамбарларға жіберетін еді. Соңғы пайғамбар Хатимул Анбия Мұхаммед алейхиссалату уассалам өткеннен кейін Жәбірейіл періште ондай бір функциямен келген жоқ бұл дүниеге. Бірақ ол адам баласына осы қадір түнде қол жайып отырған, қадір түнде ғибадатпен өткізіп отырған адамдарға сондай сүйікті құлдарына келгендей келеді екен. Енді қараңыздар, биизни роббихим дейді. Осы жерді не үшін Алла тағала айтты? Биизни деп отырғанымыз бұл қараңыздаршы, рұқсат. Изн деген рұқсат негізінде. Бағана айттым ғой, періштелердің әр қайсының өзінің бір жұмысы бар. Әр қайсының өзінің бір бөлек-бөлек функциялары бар. Енді осы періштелер адам баласына сондай ғашық дейді. Жалпы аяттарда да Құранда келеді ғой, ол адамды жаратқан кезде оған барлық періште сәжде етті. Сәжде еткен кезде тек қана бір ғана ол кезінде періште болған, кейін қуылып кеткен малғұн шайтан ғана сәжде етпеді дейді. Ол адамға сәжде еткендігі ол жерде адамның бүкіл жаратылыстардың ішінде ең ұлы жаратылыс екенінің бір белгісі, бір жағынан. Екінші жағынан мен алдыңғы эпизодтарда да айтқан болатынмын, Алла тағала адамды жаратқан кезде оны бір жауапкершілікпен, адами жауапкершілікпен, борышпен жаратты. Сол борышты кім арқалайды, кім менің халифам болады деп сұраған кезде Әл-Мисақта тау бас тартты, жер бас тартты, су бас тартты, барлығы бас тартты, өйткені олар жауапкершіліктен қорықты. Сонда Адам алейхиссалам ғана Алла тағалаға сондай бір ғашық болған, ғашықтығынан мен алам деген ғой. Яғни ол бас тарта алмайды да, Раббысының ұсынып тұрған ұсынысынан бас тарта алмайды, өйткені сондай ғашық болған. Періштелер сол кезде адамның Раббысына деген махаббатын көрген үшін сәжде еткен дейді. Яғни біз Құранда, мен бұрын түсінбейтінмін, Құранды оқып жатып, неге періштелер адамға сәжде етіп жатыр деген секілді, неге Раббысына сәжде етпейді деген секілді. Періштелер адамның сол әрекетін көргені арқылы оған бір сондай құрметпен сәжде еткен да. Өйткені ол Раббысы мен адамның арасындағы махаббатты көріп тұр олар ол жерде. Және сол себептен де сол адам атамыздың жаңағы рухына тағзым етіп, адам атамыздың адам ретінде жаратылғанына тағзым еткен періштелерден қалған бір әдет адамдарды жақсы көру. Қандай адамдарды, бірақ барлық адамдарды емес. Тура адам секілді Раббысына махаббатпен құлшылық еткен, Раббысына ұсынып тұрған, махаббатпен қарсы алған құлдарын жақсы көреді дейді. Сол себептен де олар Раббысынан рұқсат сұрайды дейді. Биизни роббихим деген сол. Яғни Алла тағаладан рұқсат сұрайды екен да. Біз бір рет барып көріп келейікші деп. Тура алдыңғы Адам алейхиссаламмен қалай оқиға болды, тура сол бір ностальгия сияқты ғой, оларға да может быть флешбэк да, былайша айтқанда біздің тілмен. Соны көріп келейінші деп жерге жібереді дейді. Сонда Алла тағала бүкіл періштелердің барлығын жер бетіне түсіреді дейді. Және олар сол Алланың әрбір құлына жазып отырған тағдырын жер бетіне біртіндеп келіп түсіріп отырады дейді. Енді қараңыздар. Саламун хия хатта матлаил фаджр. Бұл соңғы аяты. Саламун хия хатта матлаил фаджр. Салам деген сөз, жалпы сәлем деп біз қазақ тілінде аудардық бұл сөзді. Сәлеметсіз бе, сәлем деген сөздің барлығы осы араб тілінің сәлем деген сөзден келеді. Сәлемнің қазақшасы жалпы бейбітшілік деген мағынаны білдіреді. Бейбітшілік, ол жерде ешқандай бір тепеш сенің жүрегіңді
мазаландыратын нәрсе жоқ деген сөз да. Яғни сондай бір тыныштық, бейбітшілік деген мағына білдіреді. Саламун хия хатта матла'ил фажр. Фәжр деген, білесіздер, ол таң намазының уақытына айтылады. Таң намазының уақытына дейін жалғасатын бейбіт уақыт дейді. Енді қараңыздар, бұл аятты екі түрлі оқуға болады. Біріншісі, тәнәззәлул мәләикәту ва руху фиха биизни раббихим мин кулли амрин салам. Яғни, бұл түні Алла тағала барлық періштелерді және рухты, Жәбірейілді оның өзінің рұқсатымен әрбір құлыма менің әмірімнен апар, менің жазған оған тағдырымды апар деп жіберген кезде ол бізге бейбітшілікпен келеді. Яғни Алла тағала ешқандай құлының тағдырына зұлымдықпен бармайды. Тағы да бір рет Алланың рахымдылығы шықты да. Ал егер екінші жағдайда былай оқитын болсақ, саламун хия хатта матла'ил фажр. Саламун хия, бұл түн бейбітшілік. Яғни былай да мағынасы соған келеді. Саламун хия деген кезде өте қызық нәрсе бар мына жерде. Хия салам негізінде арабшадағы мынау сөйлемдердің құрылымдарына қарайтын болсақ, мысалы хия джамиля, ол көбінесе бұл женский род, хия, яғни ол қыз әдемі, хия джамилятун. Бірақ мына жерде саламун хия деп тұр да. Негізі бұл араб тілінің мынау біз үйреніп қалған сөйлем структурасына, құрылымына келмейді. Бірақ Алла тағала солай жазып тұр. Біріншісі ол жаңағы бірінші оқумен бірге оқуға болатындай етіп жасалған. Екіншісі, бұл Құранның мұғжизалығы осындай, бір сөздің ортасында тұр, екі жаққа да кете беретін, екі жақта екі түрлі мағына беретін. Екінші жағында саламун хия деген кезде бұл түннің өзі бейбітшілік деген мағынаға келеді. Бұны былай түсіндірейін. Хия салам дейтін болсақ, салам бұл түннің сипаты болар еді. Хия салам. Мысалы бағана айттым, хия джамиля. Ол әдемі қыз. Әдемілік қыздың сипаты болып тұр да бұндай жағдайда. Бірақ джамиля хия дейтін болсақ, анау қыз сұлулық деген мағынаға келеді. Яғни ол қыздан артық сұлулық жоқ бұл әлемде деген мағынаға келеді да. Түсіндіңіздер ғой, иә? Енді мына түндегі осы бейбітшілік мағынасын алатын болсақ, егер де Алла тағала хия салам деген болса, бұл түн бейбіт түндердің бірі дегенге келтіретін еді. Яғни көптеген бейбіт түндер бар, көптеген жүректі тыныштандыратын түндер бар, басқа да қасиетті түндер бар. Қадір түні солардың бірі деген мағынаға келер еді. Бірақ Алла тағала саламун хия деген кезде қадір түні ол сол бейбітшілік. Қадір түнінен басқа адамның жүрегіне тыныштық орнайтын, адамның бүкіл мазасыздығы кететін, адамның рухани жоғарылайтын, адамның дұғаларының сондай дәрежеде қабыл болып, олардың құлшылығының 1000 айдан да хайырлы болатын басқа ешқандай түн жоқ деп тұр да. Қадір түнінің тағы да несін алып келдік, мәртебесін жоғарылатып қойдық, хатта матла'ил фажр. Яғни таң намазының уақытына дейін. Жалпы салам деген сөзге де тағы да бір тоқтала кететін нәрсе, салам бұл Алла тағаланың сипаттарының бірі. Және дәрус салам деп мысалға жәннатты айтады. Сонда Алла тағаланың салам деген сипаты, Алла тағала сондай бір бейбітшіл, Алла тағала ешкімге зұлымдық қаламайтын, Алла тағала әрбір құлдарына сондай мейірімді, шапағатын төгіп тұратын бір Рабб, бір жаратушы деген мағынаға келеді. Тура сол секілді мына түнді де Алла тағала өзінің бір сипаттарымен сипаттаған да, өзінің бір 99 есіммен сипаттаған. Содан кейін дәрус салам деп мысалы жәннатқа айтамыз. Жәннаттың да халі осы түндегідей дейді. Немесе бұл түннің халі жәннаттағыдай. Яғни жәннатта қалай еш уайымсыз, қайғысыз, адамдардың бүкіл біздің басымыздағы уайым қасіреттердің барлығы жәннатта бітетін болса, негізінде бұл түннің қасиетінің бірі сол. Сондай сипаттарды табасыңдар дейді осы түнде да. Және соңғы сәлемнің мағынасы бұл әмір мақсатында да келеді. Мысалы, сіз үйіңізде балаңыз шулап жатса, тыныш дейсіз ғой. Тыныш отырыңдар деп айтпауыңыз мүмкін. Тыныш десеңіз, аналар тыныштала қалады. Тыныш деген сөз негізінде бір есімдік, яғни. Бірақ оның астарлы мағынасында тыныш бол деген сөз. Тура сол секілді Алла тағала бұл түнге сәлем. Сен оларға сондай бір бейбітшіл бол. Сен олардың бүкіл уайым қайғыларын көтеріп алып кет. Тыныш бол деп әмір етеді дейді. Жаңағыдай сол себептен де
бұл түнде ай деген күшті болып тұрады, жел тұрмайды деген сияқты нәрселер бар. Бірақ бұл хадистердің жалпы аутентикасында сұрақтар бар. Өйткені бұндай хадистер ол тура келмейді көп жағдайда. Өйткені біз әртүрлі жерлерде өмір сүреміз. Арктикада жүрген біреу оған жатып алып жұлдызды аспан, күшті бір жылы түн іздеп отырмайды да ол жақта. Бір жерде болуы мүмкін, үнемі жел тұрып тұрады. Ол жерде жел бола береді. Бірақ осы сүренің тәпсіріне қарай бәлкім кейіннен ойластырылған хадистерден болуы мүмкін деп өзім ойлаймын. Ол хадистерді тағы да айта кету керек, дұрыс еместігін үнемі тексеріп отыру керек. Төртінші, мына аяттағы жаңағы Алла тағала бұл түнде Жәбірейіл періштені және басқа періштелердің барлығын түсіреді деген жерде тағдыр мәселесі, тағдыр деген мағына жатыр. Бағана 5 мағыналарымыздың бірінде. Не үшін? Өйткені мин күлли әмір деді ғой. Осы нәрсе Алла тағаланың ілімінен бүкіл құлдарымның тағдыры жазылады деген сөзге келеді. Сәләмун хатта матлаил фажр. Хатта матлаил фажр дегеніміз бұл жерде бір шекті көрсетеді, лимитті көрсетеді. Лимит деген мағынасы да бар дедік қой. Өйткені хатта матлаил, таңға дейін ғана жалғасады. Болды, одан кейін басқа уақытта сен бұны таппайсың деп тұр. Таң уақытына дейін ғана жалғасады дейді. Мінекей тәпсіріміздің соңына келдік. Бұл Қадір сүресінің тәпсірі. Негізінде мен қысқа айтуға тырыстым. Егер өздеріңізде оқып қарасаңыздар, өте көп мағыналары бар. Дегенмен де, иншалла, жүректеріңізге жеткен шығар деген үміттемін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады да: "Мен қама лейлатул қадр иманан ва ихтисабан фақад ғафараллаху ма тақаддама мин замбихи" дейді. Яғни кімде-кім қадір түнінде, мен қама, яғни қиямда, түнде, бұл түнді ғибадатпен өткізсе, бірақ қандай ғибадатпен? Иманан, шынайы иман ете отыра. Ихтисабан, ихтисаб дегеніміз өз-өзін есепке алып, өзінің осы ғибадатына бір мән бітіріп жасаған адам болса, осознанно дейді ғой, яғни саналы түрде ол нәрсені жасайтын болса, саналы түрде Аллаға иман етіп, оның бір жылдық жазылатын тағдырының ол үшін бір рақымдылық болатынына иман ететін болса, Алла тағала оның жасаған барлық ескі күнәларының бәрі кешіріледі дейді. Жалпы күнәнің кешірілуі өте маңызды аспект, маңызды элемент. Мен көп ойланатын, неге үнемі бір күнә кешіріледі деп айтамыз да, біз артынша бәрібір де адам баласымыз, қайта күнә жасап қоя береміз. Сонда қалай сонда біз жасаймыз, Алла тағала кешіреді, біз жасаймыз, Алла тағала кешіре ма деген сияқты, енді ойыншық сияқты келетін көрінетін да бұрындары. Кейін келе мен бұны түсіндім. Сонда мынандай нәрсе да, Алла тағала ақырет күнімізде бізге таразыға амалдарымызды қойған кезде, егер өзінің рақымдылығымен, мейірімділігімен бізді кешіріп отырмаса, арасында өйстіп, бүкіл болған күнәларыңды кешірмесе, біздің күнәларымыз таудай болып, жаңағыдай миллиондаған күнәмен барар едік та. Бұл да Алланың бір рақымдылығы, мейірімділігі құлына деген. Ол кешіреді, сен қайтадан жасайтынды білсе де кешіреді Алла тағала. Сол себептен де мынандай түндердің, қадір түнінің осындай мән мағынасын, Алланың рақымдылығын жіберіп алмай, иншалла, өте хайырлы амалдармен өткізейік. Қадір түнде жасауға болатын амалдар жайлы енді мен көп сөз қозғамаймын, бірақ әрине ең бірінші Құранға қайту. Өйткені бұл түнде Құран түсті. Бұл түнде иқра бисми раббикаллази халақ. Ей Мұхаммед, оқы Раббыңның атымен, сені жаратқан Раббыңның атымен оқы деген аят түсті, ең алғашқы. Сол себептен де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Жәбірейіл алейхиссаламмен қалай Рамазан бойынша Құранды мұқабала етіп хатым еткен болса, сіздер де осы түнде, мен ең алдымен өзімнің нәпсіме айтайын, бәріміз осы түндерде ең көп, қаншалықты көп Құран оқи аламыз, соншалықты оған отырғанымыз жақсы. Екіншісі бұл этикаф. Этикаф жайлы мен мына жердегі эпизодта айтып өттім. Және үшіншісі бұл әрине зекеттеріңізді бермеген болсаңыздар, зекет садақаларыңызды осы түндерде берсеңіздер, сауабы жаңағыдай 1000 айдан да хайырлы, иншалла одан да көп сауапты хайырлы нәрселерге кетеді. Намаз, қаза намаз, нәпіл намаз және ораза ол само собой түскі уақытта, және одан кейін менің айтатыным, мына өткен эпизодта жасаған айтқан нәрселерімді осы қадір түнінде жасайтын болсаңыздар, иншалла сіздер тағы да көбірек мән мағына табасыздар.
ол жақта мен шүкіршілік туралы да айттым, ол жақта мен истихфар туралы да айттым. Толықтай осы жерден көріңіздер. Иншалла сіздерге екі видеода пайдалы болады деген үміттемін. Енді осы эпизодты өз стористарыңызда бөліссеңіздер, біз араларыңыздан 5 адамға Құран мен Атар таңым курсына тегін жолдама береміз. Қадір түнінің құрметіне. Рамазаннан кейін бұл акция бітеді. Сол себептен де осындай мүмкіндікті жіберіп алмай, осы эпизодты бөлісіңіздер. Және аз да болса комментарий жазып кетіңіздер. Біздің сіздерге жасап жатқан осындай контентімізге бұл біз үшін үлкен көмек болады. Бір мұсылманның екінші мұсылман бауырына көмектесуінің өзі үлкен сауап қой. Сол себептен де сіздер, біз осымен жасау арқылы сіздерге сауапты іске атсалысып жатсақ, сіздер соны тарату арқылы осы нәрсені ары қарай берекелендіріп, жалғастырып кетіңіздер. Лайк басыңыздар, каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліңіздер. Ал біз иншалла сіздермен келесі эпизодта кездесеміз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.